Келесі бізде с деңгейінің есептері. Бірінші есебі көрсеткіштік дәрежеге қарсы байланысты көрсетілген. 9х минус 8 көбейтілген 3-тің x дәрежесі минус 9 кіші болады 0-ден дейді. Мына бірден өзі неге ұқсап тұр? Квадрат деңгейге ұқсап тұр. 3х тең болады а деп егінсек, не болады? 9х дегеніміз ол 3-тің 2х дәрежесіне тең. Себебі 3-тің квадрат 9 болады, x көбейтсек 9-ның x дәрежесі болады. 9-ның x дәрежесі дегеніміз сонда а квадрат болады, минус 8 көбейту 3-тің x дәрежесі ол аға тең, минус 9 кіші 0-ден. Дискриминантынан шешеміз. Так, 8-дің квадраты 64, минус 4 көбейту минус 9 плюс 36-ны береді. Екеу қосылса 100 болады, ол 10-ның квадраты. Минус 8 мұнда плюс 8 жазамыз, плюс минус 10 бөлінген 2 тең болады. 8-ге 10-ды қоссақ 18, 2-ге бөлсек 9, азайтсақ 8 азайту 10, минус 2-ге 2-ге бөлсек минус 1. 9 және минус 1 болды. Енді осыны неге саламыз сан өсіне? Так, минус 1 жазамыз, бірінші, екінші 9 жазамыз. Плюс, минус, плюс. Неге өткен а квадраттың алды 10 екен. 0-ден кіші дейді. Минус аралықты қоямыз. Енді бізде 3-тің x дәрежесін а деп енгіздік қой. Осы 3-тің x дәрежесі осы аралықта жатыр деген сөз. Ол минус 1-ден үлкен 9-дан кіші. Енді шешеміз минус 1-ден үлкен 3-тің x дәрежесі. Ол как жерде үлкен болады? Одан мынаны 3-тің 0 дәрежесі или 1 деген деп аламаймыз ғой, себебі бұл минус 1. Оң санның ешқандай дәрежесі минус санға тең болмайды. Мынау уже бізде белгілі нәрсе. Бізге мынаусы керек. 3-тің x дәрежесі үлкен 9-дан. Так, енді не істейміз? 3-тің x дәрежесі кіші. Так, 9-ды 3-тің квадрат деп аламыз. Екеуін қысқартамыз. X кіші 2-ден. Сонда не болды? 2-ні салсақ 2-ден кіші аралық деген сөз мына аралық. Минус шексіздіктен 2-ге дейін. Жай жақшы. Минус шексіздіктен 2-ге дейін деген жауап, ол бізде қай нұсқада көрсетілген? Бізде мынау е нұсқасында көрсетіліп тұр екен. Келесі бізде екінші есеп с деңгейінің. Бұл былай күрделі көрсеткіштік дәрежеге қатысты тестте келеді. 4 бөлінген 9, мына қысқартушы мынанда 4 бөлінген 9-ның 0 дәрежесі деп ала саламыз. Себебі онда 1 тұр. Енді мына екеуін қысқартамыз, не болады? X квадрат минус 2x бөлінген x квадрат. 4 бөлінген 9 деген сөз, ол 1-ден кіші сан. Өйткені алымы 4 асты 9, 4-ті 9-ға бөлсек 1-ден кіші сан шығады. Ал 1-ден кіші дәрежелер былай қысқартқанда не болады? Теңсіздік кері қарай ауысып кетеді. Мұнда 0. Астынан x квадрат не болады? Тең емес 0-ге. Бұл да бір жауап болады. Енді үстінен x квадрат минус 2x тең болады 0-ге. X жақшалынан шығарсақ x минус 2 тең болады 0-ге. X тең болады мұндан 0-ге. Бұл тең емес болады. Мұнан теңестірсек 0-ге. X минус 2 0-ге теңестірсек 2 шығады. 2 және 0 деген жауапты сан өсінде саламыз. 0 және 2. Плюс, минус, плюс. Неге өткен x квадраттың алды 10. 0-ден кіші аралық, минус аралықты боямыз. 2-ге тік жақша, 0-ге жай жақша. Осындай жауап бар ма? 0-ден 2-ге дейін деген. Мына бізде с нұсқасында тұр екен. Келесі бізде үшінші есеп. Үшінші есепте көрсеткіштік дәрежеге байланысты берілген. Так, енді 0,2-ның 2x минус 1 дәрежесі кіші 1-ден дейді. Мына 1 дегенде де 0,2 деп ала саламыз. Осының 0 дәрежесі. 0,2 0 дәрежесі, ол да 1-ге тең. Мына екеуін қысқартамыз, тура жаңағыдай теңсіздік ауысады. 2x минус 1 үлкеніне тең 0-ден болады. X үлкеніне тең минус 1 өтеді, 2-ге бөлінеді. 1 бөлінген 2-ге. Үстінен осы нәрсе шығады. Астынан не шығады? X минус 2 бөлінген x минус 1 минус 3 үлкен 0-ден. 3-ті мұнда минусқа өткіздік. Енді мұнаған x минус 1-ден береміз. Енді x минус 2 мұнаны көйіп шайып шығамыз. Минус 3x плюс 3 бөлінген x минус 1 үлкен 0-ден. Не болады? Так, x минус 3x минус 2x-ті береді. Минус 2 плюс 3 плюс 1-ді береді. Бөлімде x минус 1 үлкен 0-ден. Енді мұна 2x-тің алды теріслеген, осыны оң қылу үшін істейміз, плюс қыламыз. Так, минус 1-ге көйтсек те болады, бұлай. Минус 1-ге көйтеміз. Не болады сол кезде? 2x минус 1 болады. Мұнаң таңбасы оң болды, мұнаң теріс болды. Астын сол күй жазамыз, есесіне таңба ауысады. 0. Осылай істеуге болады. Енді алды оң болды. Себебі неге бізге қазір мынандай сан өзін салғанда керек болады.
үстін нөлге теңестіреміз, астын нөлге теңестіреміз. Астынан x тең емес 1-ге шығады, үстінен x тең болады 1 бөлінген 2-ге. Сонда 1-де, так 1 бөлінген 2-де 1 деген жауап бізде шығады. Плюс, минус, плюс. Енді қараймыз, 0-ден кіші аралық минус. 2-ден 1-ден 1-ге дейін. Так. Енді мына жерге қарайық. Мына үстінен шыққан жауап қоя, астын жауабын таптық. Үстінгі теңсіздіктен шыққан жауап бойынша 2-ден 1-ден қандай үлкен болу керек? Үлкен және тең болу керек. Енді 2-ден 1-ге тең болып қалса, ол үстіне жарай береді, бірақ ол астына жарамай қалады. Сондықтан біз тек тең емес деген жауапты аламыз. 2-ден 1-ден 1-ге дейін деген жауап бізде дұрыс. Так, 2-ден 1-ден мынау А болса да Е-де жоқ екен. Так, 2-ден 1-ден 1-ге дейін деген жауап, жаттап алыңыздар. Так, мынаны өшірсем, енді келесі бұл 8 варианттық есеп. Так, 2-ден 1-ден 1-ге дейін деген жиын нұсқасында тұрған жауап бізде дұрыс. Келесі бізде 4-ші есеп, шысса деңгейінің жалпы үй жұмысының соңғы есебі. Түбір астына берілген радикалды теңдеу, теңсіздік. Бұл да дәл солай шешудің жолы анықталуы болса міндетті түрде жүреді. Не істейміз? Екі жақты квадраттаймыз. Квадратсақ түбір жойылады. Не болады? 3х минус 2 үлкен 2-ні квадратсақ 4 болады. Және мына түбірдің анықталуы бойынша түбірдің астындағы сан, яғни түбірдің астында бізде не тұр? Үлкен нәрсе тұр, соның бәрі 0-ден үлкеніне тең болу керек. Түбірден е 0 шығады, е 0-ден үлкен сан шығады. Үстінен не шығады? Так, x кіші, так, минус 4, минус 2 мұнда 2-ге қосылады, плюс 6 болады, 3-ге бөлсек 2. Астынан x үлкеніне тең 2 бөлінген 3. Енді саламыз 2 бөлінген 3-тен 2-ге дейін, 2-ден қандай? Кіші. Бұл жерде таңба анықтамаймыз, себебі мұнда не тұр? Әрқайсысын жеке-жеке 2 бөлінген 3-тен үлкен. Енді қарайық, теңсіздіктің бүтін шешімдерін табыңыз. 2 бөлінген 3 деген сөз, ол 0,6 ма сондай сан. 0,6-тан үлкен мына жерде бүтін 1 деген сан бар, және 1-ден үлкен бүтін 2 деген сан бар. Енді 2 жауапқа кіре ме, жоқ па? 2-ның астында тең жоқ, 2 жауапқа кірмейді. Сонда 1 ғана 1 деген бүтін 1 ғана жауап бар екен. Сонымен бізде берілген С деңгейінің барлық есептерін шығарып болдық. В деңгейінде шығарып болдық. А деңгейін біледі деп есептейік. Бізде берілген теңсіздіктер тақырыбына берілген үй жұмысының есептері осымен аяқталды.